Үшінші тарау. Жеңісті алыстататын адыраспандарымыз. Қазақтардың жеңіске жету формуласы. Екінші болма деп аталатын авторлық тренингім бойынша қазақтардың жеңіс формуласы жеңістің адыраспандарынан, барьерлерден және жеңіске апарар жолдан тұрады. Жеңіс жолының осы негізгі үш бөлігі жеңіске апарар баспалдақтар секілді. Біріншісін, яғни жеңістің адыраспандарын аттап өтіп, бірден барьерлерге немесе жеңіске апарар жолға өтіп кете алмайсың. Асықпай, бір-бірлеп басқан қадамдарың ғана тұрақтылыққа, аңсаған арманға, қаржылық тәуелсіздікке алып келеді. Осы бөлімнен бастап санаң, өзіңе деген көзқарасың өзгере бастайды. Бірақ бір міндетті шарт бар. Сен бұны шынымен қалауың керек. Барлық кемшіліктеріңді мойындауға, менімен ашық, бүкпесіз әңгімеге, кітапты көз жүгіртіп емес, түсініп, қабылдап оқуға, тыңдауға дайын болсаң, келесі тақырыпқа өтейік. Жеңістің адыраспандары. Адыраспан жын-шайтаннан, жаман нәрседен алыстайтын шөп деп сенеді халқымыз. Ал сызбада көрсетілген бұл сезімдер жеңістен аластайды. Комплекс, қырсықтық, сенімсіздік, эго, сасық көкірек, жалқаулық бұл байдың да, кедейдің де, студенттің де, кәсіпкердің де барлығының бойынан табылатын жаман мінездер. Ал бұл мінездер бар жерде жеңіс адамды айналып өтеді. Ең қиыны, әрбір адам мен қырсықпын, немесе мен жалқаумын деп мойындай бермейді. Ал негізінде бұл сен және сенің ар-ожданың арасындағы әңгіме. Осы тақырыпты ұзақ зерттедім, көп оқыдым. Сондықтан бірден айтамын, адыраспандардан арылудың жолдары өте қиын. Комплекс туралы ішкі комплекс жеңіс үшін таптырмас қазына деген тарауда егжей-тегжейлі жаздым. Есіңде болсын, комплекс диагноз және таптырмас қазына. Егер онымен күресе білсең, ол сені алға итермелейтін мықты күшке айналады. Сенімсіздік әдетте балалық шақтан бастау алады. Сондықтан, құрметті ата-аналар, балаңызға тәрбие бергенде оны өзіне сенімдетіп өсіріңіз. Ол өз мүмкіндіктеріне, ақыл-парасатына, күшіне сенімді болу керек. Ертеңгі күні әрдайым балаңыздың орнына шешім қабылдап, оның артынан жүгіріп жүрмейсіз ғой. Балам, саған сенемін, бүгін 3 алыпсың, бірақ кішкене ғана тырыссаң, ертең 5 деген бағаласың десеңіз, оның өзіне деген көзқарасы өзгере бастайды. Нәтижесінде ертең өскенде бір адыраспан кемиді. Өмір жолында адамдардың барлығы да қиындықтарға тап болады. Әрбіреуі онымен күреседі. Бұл өмірде тек сен ғана өзіңе сенімсізсің, сенің ғана қолыңнан келмейді, ал басқалар мықты деп ойлама. Әр адамның бойында қорқыныш, үрей, өзіне деген сенімсіздік болады. Оны жеңіп шығу, жеңіске жету жолын жалғастыруға мүмкіндік береді. Ата-анаңды, қоғамды, тағдырды бұл үшін кінәлама. Ал да жаса, яғни күрес. 1-2 рет ұрынғаннан кейін иммунитет пайда бола бастайды, сенімділік артады. Бір күні үлкен ғұлама адам тыныш жерде ойланғысы келіп, көлдің жағасында отырған екен. Жанына бір ит келіп, су ішпекші болады. Суға жақындайды да қайта артқа қашады. Бірнеше рет суға келеді, қайтадан шегінеді. Бір кезде шыдай алмай, шөлдегені соншалық суға секіреді. Сонда ол ит өзінің судағы бейнесінен өзі қорыққан екен. Сенімсіздікті қазір жеңсең, ертеңгі күні ол саған ешқандай қиын мәселе тудырмайды. Барлығы өз қолыңда. Өзіңе сенімді болсаң, нәтижеде болады. Сенімсіздікті жеңу бұл бір сапар сияқты. Себебі, оны бір рет жеңу жеткіліксіз. Бір іс қолынан келмесе, бір нәрсе ойыңнан шықпаса, бірден өзімізге сенімсіз болуға бейімбіз ғой. Бұл жолдағы үлкен жанармайымыз, майда жеңістеріміз. Мысалы, бұзылып жүрген ұйқыңның режимін дұрыстау, кешігу әдетінен арылу, паразит сөздерді қолданумен күресу, жаңа тіл үйрену, кітапты оқып бітіру, тағы да басқа. Бұл жеңістер кішкентай болғанымен, оның артындағы сезімдер үлкен. Сондықтан да сенімсіздік пен комплексті жеңудегі бір және бірегей таптырмас құрал майда жеңістер. Қырсықтық екіге бөлінеді. Адам мінезіндегі қырсықтық және үйренуге деген қырсықтық, яғни жаңаны қабылдамау. Мен тез сөйлеймін, кейбір адамдар не айтып жатқанымды түсінуге үлгермей қалады. Сондықтан дикция, дауыс қою дәрістеріне жазылдым. Бірақ бұл кемшілігімді 8 мейрамханам болғанда ғана түзеуге бел будым. Осы уақытқа дейін оны комплекс деп есептемедім, және ол маған мейрамхана ашуға, бизнес жасауға кедергі болған жоқ. Егер қырсығып, арнайы дәрістерге бармасам, өзіммен жұмыс жасамасам, бәлкім тренингтеріме 500 адам келмес еді. Танысым болуы мүмкін,
ақшам болуы мүмкін, бірақ егер қырсығып, мен мықтымын, қалай болсам солай қабылдаңыз деген принципті ұстанып, түсініксіз тез сөйлесем, Қазақстан телеарнасында реалити-шоу ұйымдастырып, оны жүргізуге мүмкіндігім болмайтын еді. Тағы бір мысал, інім Дархан екеуміз приставкамен үйде отырып футбол ойнағанды жақсы көреміз. Дархан әр ойын сайын ұта беретін. Мойындауым керек, ол маған қарағанда жақсы ойнайтын. Сол кезде жеңістің адыраспандарын зерттеп жүрген шағым еді. Жұмыс істеймін, уақытым жоқ, сондықтан жақсы ойнай алмай жүрген шығармын деп, өзіме адвокат болып, өз-өзімді ақтаймын. Дарханның FIFA ойнауға уақыт тауып жүргеніне қарағанда, жұмысы соншалықты қиын емес шығар, деп оған прокурор болдым. Сөйтіп жүріп мәселенің жай-жапсары өзімді ақтап, оны даттауға емес, өзімде шығар деп ойландым. Бір күні қонаққа бөлім келді де, Дархан екеумізді де қоса 8 рет қатарынан ұтты. Намыстанып шыдамай, ойыннан шығып кеттім. Дархан қызуқанды жігіт, әрі қарай ойынды жалғастырды, бірақ жеңіліп қалды. Ойындары аяқталғаннан кейін бөлемді шақырып алдында үйрет дедім. Сөйтсем еш қиындығы жоқ, 2-3 айла тәсілі бар екен, үйреніп алдым. Бірнеше күн өтті. Бөлеміз үйіне қайтты, жеңілген Дарханның ашуы тарқады. Қуаныш жүр, футбол ойнайықшы деп шақырып алды. Жарайды деп келсе кеттім. Қатарынан 5 рет менен ұтылды. Егер Дархан да мен сияқты бөлемізден ойын тактикасын үйреніп алса, бәлкім жеңілмес пе еді. Бірақ бөлең сенен кішкентай болғандықтан, одан сұрағың, әлсіздігіңді көрсеткің келмейді. Сондықтан қырсықтығың ұстай бастайды. Кейін Дархан да әдіс-айланы үйреніп алды. Қазір футболды керемет ойнайды. Айтайын дегенім, осы жеңістің адыраспаны сені жеңіске жету жолында бөгейді. Бұл жаман қасиетті мойындау керек, және оны жеңу үшін әрекет жасау керек. Кез келген спорт түрінде, ойында жеңіске жете алмаған адам өмірде де ешқандай нәтиже көрсетпейді. Бұл смартфондарыңа ойын жүктеп, күні-түні ойнаңдар деген сөз емес. Мәселе адамның мінезінде. Егер ол намыстанып, тырысып, талпынып, ойында, спортта белгілі бір дәрежеге жетсе, өмірде де солай болады. Осман империясында эгоның кесірінен, өзімді көрсетемін деген сезімнің кесірінен дұрыс шешімдер қабылданбай қалуы мүмкін деген себептен генералдарды соғысқа жібермес бұрын олардың эгосымен күресу үшін дәретхананы жуып шығуды тапсырады екен. Рас өтірігін білмеймін, бірақ бұл мысалда әңгіменің шындығы маңызды емес, алуға болатын сабағы маңызды. Сарайдағы адамдар генералдардың дәретхана жуатынын біліп, генералдың соншалықты төмендеп кеткені ме, әлде қатты қателескені ме деп ойлапты. Адамдардың ол ойын өздерінен оқып қойып, әп-сәтте эгосы ұстап қалғанын түсінген генерал дәретхананы сақалымен жуып шығады екен. Эго, қырсықтық, сасық көкірек. Адамға осы жаман мінездердің тигізетін залалы нашақорлық, алкоголизммен тең. Одан асып түспесе кем емес. Осы жаман әдеттерді біздің қазақ кейде мінез дейді. Мінез ауыр, мінез үшін жұмыстан шығып қалды, мінезі бар жігіт қой, және тағы басқа. Білесіз бе, осы мінез үшін талай адам генерал болған жоқ. Осы мінез талай адамды банкротқа ұрындырды. Мінездің кесірінен талайы әкім бола алмады. Оқыған адам, ақылды, өз-өзінің шебері, белгілі бір жеңіске қол жеткізуі керек еді. Бірақ нәтиже жоқ, мінез кедергі болды. Жалқаулық пен еріншектіктің айырмашылығын білесің бе? Бір қарасаң бірдей секілді. Бір ғана мысал келтірейін. Ерлан жалқау. Қанша айтсаң да әрекет етпейді, жұмыс істемейді, айтқаныңа көнбейді. Бұл жерде жалқаулық ауру індет сияқты. Ал осы Ерлан, әке, мен ерініп тұрмын десе, әкесі оның тас-талқанын шығарып, ерінудің неге алып келетінін көрсетеді. Көп ерінсең жалқау боласың. Демек, жалқаулық еріншектіктің ең жоғарғы сатысы. Онда неге жалқаулықты жеңе алмаймыз? Себебі жалқаулық жоқ нәрсе. Көп ойландым. Неге орысша ленивый, ағылшынша lazy, түрікше тэмбел, бірақ сөз. Сөйтсем, еріншектіктен жеңіліп қалу бір түрлі. Сондықтан, еріншектікті ақтап алу үшін біздікілер жалқаулық деген сөз ойлап тапқан. Спортшы достарың бар болса, білетін шығарсың, олар қарсыласын әрдайым мақтайды. Ол күшті, спорт шеберінің кандидаты, 3 дүркін чемпион, яғни жеңілсе күшті қарсыластан жеңілгенін көрсетеді. Ал жеңсе, өзінің одан да мықты екенін дәлелдейді. Бұл психология. Сол сияқты еріншектіктен жеңіліп қалдым десең бір түрлі. Ал жалқаулықты жеңе алмасаң, барлығы түсінікті. Кітаптың бұл бөлімінде жеңістен алыстататын адыраспандарды тізіп шықтым. Енді олармен күресу жолын қарастырайық. Адыраспандардан қалай құтыламыз? Немесе мойындау туралы шындық. Адыраспандардан құтылу қиын деп жатамыз. Ал негізінде оны қиындататын өзіміз.
бойымыздағы кемшіліктерден құтылудың жақсы тәсілдері бар. Оның біріншісі және негізгісі мойындау. Қызды киноға шақырмағандығың неден? Саған ұнамағандықтан ба? Әлде өзіңе деген сенімсіздіктен бе? Екінші болма тренингінде кітабында да дайындау барысында көптеген проблемаларды тыңдап, оларды халыққа айтып, жоғымызды жоқтап, шынайы көзбен қараудың бізге қиын түсетінін байқадым. Осы тренингпен бір қалаға барып, біздің қандай проблемаларымыз бар деп сұрағанымда, 2 адам орнынан тұрып кетіп қалғаны есімде. Сахнада тұрғанда олардың көздерінен қандай да бір проблемалардың бар екенін естігісі келмейтінін байқадым. Қырсықтық туралы айтқан кезімде орындарынан тұрды да кетіп қалды. Сонда байқағаным, мойындау бізге қиын, ал мойындаудың қиын екенін мойындау ол үлкен ерлік. Мойындау да оңай болып көрінгенімен ерік-жігерді талап етеді. Себебі мойындаудың артында әлсіздігіңді қабылдау, эго мен сасық көкіректің араласынан пайда болған менмендік сезімдер жатыр. Бұл айтылуы жеңіл, ал жасалуы қиын тәсіл. Бәлкім оның себебі мойындаудың оңай болып көрінетіндігінде шығар. Джим Коллин «От хорошего к великому. Почему одни компании совершают, другие прорыва нет» деген кітабының 39 бетін мойындау тақырыбына арнаған. Қарап отырсаң, кәсіпкерлікке қатысты кітап, менеджментке деген жаңа көзқарас тудыратын кітап, онда 10 есе дамыған, табысты болып есептелген компаниялар туралы айтылады. Ал осы 10 есе дамыған компаниялардың ортақ қасиеті ол мойындай алуында делінген. Сондықтан сен де мойындау керек екенін қабылдасаң, әрі қарай оңай болады. Себебі адыраспандардан құтылудың алғы шарттарының бірі осы мойындау. Екінші, адыраспандардың сені неден шектейтінін есепте. Жақсы бизнеске ақша салудың орнына қырсығып, әріптесіңе мінезіңді көрсеткің келіп, шығынға келетін бизнеске ақша құйдың. Нәтижесінде банкрот болдың. Кімге нені дәлелдегің келді? Нәтиже қандай? Үшінші, рационалды ойлау жүйесін қос. Өзіңнің сасық көкірегіңнің кесірінен сенің жеке көлігің жоқ. Сондықтан автобуспен жүресің. Ал негізінде жарыңның ағасы қарызға берем деген сол ақшаны алғанда, бизнесіңді дөңгелетіп, қарызды пайдасымен қайтарар едің. Кәсіпкер деген формада жеке көлік те, туыстардың назары да өзіңде болар еді. Төртінші, адыраспандармен күрес. Еріншектікті жеңуге келетін болсақ, бұл оп-оңай. Ерініп тұрған қуаныш пен ерінбей тұрған қуаныштың арасы әрекет. Егер ол әрекет жасаса, демек еріншектікті жеңгені. Мен істеймін деп, ерінбей әрекет жасау бар жоғы 5-ақ секунд уақытыңызды алады. Моментум деген түсінік бар. Ол 3-7 секунд аралығы. Осы уақыттың ішінде шешім қабылдауың керек. Сондықтан ерініп тұрған кезің мен ерінбей тұрған кезіңнің арасы 5-ақ секунд. Осыны ұмытпа. Еріншектіктен айырылу. Жылжымайтын мүлікпен айналысатын алпауыт компанияның иесі Дональд Трамптың 1990 жылдары жеке берешегі $1 миллиард болған. Бұны Дональд кітабында жазады. Сөйтіп бір күні үйде теледидардың алдында отырғанда мықты кәсіпкерлер мен банкирлер жиналған банкетке шақырылғаны есіне түседі. Барғысы жоқ, себебі үлкен қарызы бар. Ал іс-шарада бизнесмен достары да, кредиторлар да болады. Үйде отырып, әрі ойланып, бері ойланып, ақыры босқа отырмын ғой, бара салайын деп әлгі банкетке барады. Бір бөлек жерде жасы келіп қалған үлкен адам отыр екен. Сондағы адамдардан кішкене бөлектену үшін Дональд қарт адамның қасына отырады. Онымен әңгімелеседі, жақсы қарым-қатынас құрады. Бір сөзбен айтқанда, уақытын жақсы өткізеді. Келесі күні таңертең Дональдты кредиторлары шақыртады. Бекер бардым ау кеше. Кредиторларым тойлап жүргенімді көріп, ерегісіп қалды ма деп іштей күмәнданады. Сөйтсе, кешегі отырыста оның қасында отырған қарт адам Дональд Трамптың ең үлкен кредиторы болып шығады. Содан ол Трамптың ой өрісіне, өмірге деген көзқарасына, біліміне тәнті болып, оған көмегін көрсетіп, кризистен шығып кетуіне септігін тигізеді. Үйінде ерініп, ештеңеге зауқы болмаған Дональд Трамп пен ерінбей отырған Дональд Трамптың арасындағы 5 секунд уақыт бар еді. Сол секундтар оның бар өмірін өзгертті. Тағы да айтарым, кез келген жүйе тыныштыққа ұмтылады. Мысалы, біздің ағзаға да ең ұнайтын нәрсе жата беру. Сондықтан ұйықтағанда демаламыз. Ми адам ағзасындағы энергияның 8%-ын қалыпты жағдайда өзіне қорек етіп алып отырады. Ал егер ол сәл ойлансақ 38%-ын,
яғни ағзадағы энергияның 1/3 бөлігін алады. Сәл жұмыс істесек, ойлансақ, қарнымыздың ашатын себебі осында. Өйткені ағза энергияны талап етеді. Біздің ағзаға мидың жұмыс жасауы қолайлы емес. Екеуі сондықтан бір-біріне әрдайым қарама-қайшы келіп қалады. Ағзамыз энергияны сақтап қалу үшін миды тыныштыққа алып кетуге тырысады. Сондықтан миды ұйқыдан шығарып тұру үшін моментум 5 секунд қажет. Бір мысал келтірейін. Бенджамин Франклин, философ, ғалым, мемлекет қайраткері, оның портреті $100 ақша белгісінде бейнеленген. Ол өзінің достарынан қандай жаман мінезім бар деп сұрайды. Олар Франклинге 13 кемшілігін айтып береді. Бенджамин Франклин әр апта сайын 1 минусымен күресіп, 13 апта бойы жаман мінездерін түзеп отырған. Басқадан сұраудың жақсы жағы, минустарыңды өзің істегенше басқалардың айтқаны дұрыс, себебі сырт көз сыншы. Хелл Элрод өзінің әйгілі «Магия утра. Как первой часть дня определяет ваш успех» деген кітабында осының тамаша жолын айтады. Ол күндердің бір күні өзін дамытуды алға қоюды шешкенін жазады. Сол күні отыра қалып хат жазады. Электронды поштасына 23 адамның адресін белгілеп бару тоқтайды да, әрқайсысына мәселесін баяндайды. Өзімді дамытумен айналысқым келеді. Маған көмегің керек. Мықты және әлсіз тұстарымды белгілеп берсеңіз, деп шынайы пікір сұрайды. Әрине, бұл Роберт құрастырған құрғақ хат сияқты болмауы керек. Жеке адамға деген жеке қарым-қатынасыңыз сезілуі тиіс. Бірақ ең бастысы, бұл әдіс жұмыс істейді. Өйткені өзің туралы шындықты сұрағанда, адамдар көп жағдайда турасын айтады. Әрине, сын есту ешкімге ұнамайды. Алайда сын шын болса, дертке дауа болатындай күші бар. Мен де осы жолдан өттім. Хат жазған жоқпын. Таныстарыма мен туралы не ойлайсың? Кемшілігім мен артықшылым қайсы деп сұрау салдым. Жігіттер әдетте бірін-бірі аямайды. Касиягыңды бетіңе жақсылап тұрып басады. Мысалы, тез сөйлеген соң алаяқ сияқты көрінуі мүмкін. Көп адам сенбейді екен. Бұл мен үшін ащы шындық болды. Қасқырдың аузы жесе де қан, жемесе де қан деген сол болар сірә. Мектепте де, колледжде де мұғалімдермен жақсы араластым. Балалардың арасындағы әңгімелер олардың құлағына жетсе, автоматты түрде бәрі менен көретін. Қатысым жоқ болса да, бәрін жеткізетін жеңіл ауыз мен сияқты қабылдайды екен. Соның бәрі мен күрестім. Жеңдім. Өзімді, ойымды, ниетімді қай ортада да сауатты түрде жеткізуге дағдыландым. Кемшілік көп, комплекс болуы мүмкін, фобия болуы мүмкін, бірақ оның жеңуге болмайтыны жоқ. Құдайдың бізге адыраспандарды бергені анық. Олар біздің бойымыздан бірден жоқ болып кетпейді. Сенімсіздікті қолданатын болсақ, бір нәрсені істейін бе, әлде істемейін бе, бойымда ондай қасиет бар ма, жігерім жетеді ме деп сенімсіздік танытпай, бір жеңіске жетіп жатсақ, бұл жақсылық, бұл жеңіс шынында да менен бе, әлде Құдайдан ба деп сенімсіздік танытайық. Қырсығатын болсақ, өзіміздің жүрмей жатқан тірлігімізге қайсарлығымызды қайрау үшін қырсығайық. Эгомызды қолданатын болсақ, білім, тәлім алғанда тек қана өзіміз қолдану үшін, тек қана өзіміз ғана үйрену үшін, тек қана өзімізге пайдалы болу үшін ғана үйренейік. Біреуге айту үшін, біреудің аузын жабу үшін емес. Жалқаулық танытатын болсақ, біреуді жамандайтын кезде, біреуді кінәлайтын кезде, біреумен жарысатын кезде жалқауланайық. Егер адыраспандарды жеңбесең, сенің үйренгенің, ақылды болғаның, барлығын дұрыс істегеніңнің құны 5 тиын. Біз өзімізді жеңген сайын, елдің көбі ұмтылатын материалды құндылықтардың қалай келгенін өзіміз-ақ байқамай қаламыз. 2 қабатты үйге, қымбат автокөлікке, 15 мейрамхананың иесі болуға емес, өзіңнің мықты, мінсіз нұсқаңа талпынсаң, соған жетсең, жақсы бір қосымша ретінде материалды құндылықтар өзі пайда болады. Сонымен, минустарыңды түртіп ал, дұрыс қабылдай біл, және олармен жұмыс жаса. Қандай сұрақ қойсаң, сондай жауап аласың. Түсініксіз тақырып болып көрінуі мүмкін, бірақ түп тамырына жетсең, ұғасың. Біздің кейде қарапайым сұрақты дұрыс қоя алмауымыздың өзі өміріңдегі маңызды оқиғалар мен шешімдерге әсер етеді. Мойындаймын, неге деген сұрақтың пайдасы аз, берері де көп емес. Бізге қозғаушы емес, керісінше тежеуіш ретінде әсер етеді. Алға жылжуымызға барьер кедергі болады. Алайда, бұл оның мүлдем керек емесін көрсетпейді. Неге деген сұрақ керек. Ол алғы шарт, бірақ ол жеткіліксіз. Эдуард Баноның
Бірде оңтүстік шығыс Азия елдеріне барған саяхатында басынан кешкен келеңсіз бір жайт есіме түсіп отыр. Дастарханға балықтан даярланған ас келеді. Содан кейін шұңғыл тыста сорпа беріледі. Сорпаны ішуге кірісіп кеткен Эдуард мырза өзгелердің өзіне өзгеше қарап қалғанын байқайды. Сөйтсе, кейінгі алып келгені сорпа емес, балық жегеннен кейін қол жууға берілген су екен. Ыңғайсыз сезінген ол өзін ақтап алуға тырысып, бір кітабында былай деп жазады: неге оны сорпа деп ойладым? Себебі ыдыста су бар еді. Бәріміз білетіндей сорпа да судан жасалады. Сол үшін мен оны сорпа екен деп қалдым, дейді. Екеуінің негіз бастауы бір болғанымен, құр судың өзі сорпа болуға жеткіліксіз. Түрлі қоспалар керек. Өз өмірімізде де неге деген сұрақпен ғана шектелсек, құр су күйінде қалуымыз ғажап емес. Неге сұрағына қалайда қосылғаны дұрыс. Неге деген сөзден кейін келесі кезеңге өте алу маңызды. Онсыз өнімнің шығуы екіталай. Анализ фазасынан түсіну және қабылдау фазасына шыға алмаған талай ғалымның мықтылығы қағаз күйінде түрлі еңбек болып қана қалып жатқан жоқ па? Қалай сұрағын бірінші кезекте өзімізге және өзге жағдайларда қоя алу бәсеке қабілеттілігін арттыратын дағды. Бұны үйренген кезден бастап серпінді қозғалысқа ие боласың. Өмірден алынған бір мысалмен бөлісейін. Сыныптас дос қызымның айлық жалақысы 180 мың теңге. Айлығыңа ризасың ба деп сұрасам, иә, көңілімнен шығады дейді. Ендеше мынаған назар аудар. Біріншіден, сен 4 тіл білесің. Болашақ бағдарламасы бойынша батыста білім алдың. 2 сертификатың бар. Негізі нарықтағы құның 500 мың теңге дедім. Егер ертең ауырып қалса, автокөлігін соқса, аяқ астынан үлкен сомада қаражат керек болса, ол сонда ғана неге менің айлығым 180 мың, негізі одан да көп табуым керек қой деп ойлайтын еді. Бірақ ертең бір проблема туындағанда ғана. Осы менің айтқанымнан кейін ол, неге бастығым маған 500 мың теңге төлемейді деген сұрақ қойды. Бұнда біреуге прокурор, өзімізге адвокат болмайтынымыз есіңде болсын. Қалай деген сұрақ қойып, бастығымыз бізге осындай жалақы белгілеу үшін қалай жұмыс істеу керегін ойластырамыз. Енді қалай сұрағының рөлі мен техникаларына тоқталайық. Біріншіден, максималды үлкен сұраныс. Қалай 200 мың табам деп емес, себебі онсыз да 180 мың тауып тұрсыз. Сондықтан 500 мың теңге деп алсаңыз болады. Екіншіден, қолжетімді. Дегенмен ол сұраныс қолжетімді болу керек. Мысалы 1 миллион емес 500 мың теңге. Үшіншіден, дәл және өлшенетін. Достарым неге оңбаған таудың шыңында мені қалдырып кетті деп емес, қалай мен 20 күннің ішінде Шымбұлақтағы екінші комбидан 5 минуттың ішінде түсемін. 5 минут тәжірибелі шаңғышылардың нормасы. Солай деп ойлаңыз. Екі ұғымның айырмашылығын түсініктетіп ажырата алдым деп сенемін. Жалпы сұрақ сұрау туралы. Күнделікті өмірдегі кез келген қарым-қатынас сұрақ қою мен жауап алудан құралады. Алдыңа келген адам саған сұрақты қалай қойса, сен тура солай жауап бересің. Дұрыс сұрақ, жарты жауап деп бекер айтылмаған. Егер ол дұрыс сұрақ қоя алса, онда ол өзін қанағаттанарлық дұрыс жауап алып кетеді. Сұрақ қою ең оңай іс, себебі еш кедергі жоқ. Сұрақ қоя алсаң болғаны. Ал пайдалы, көмекші және тежеуші емес, итермелеуші, жетелеуші сұрақ қою ең қиын іс. Біздің Версус академиясына кәсібімді бастаймын деп көптеген азаматтар келеді. Олардың қандай қабілеті бар екенін, немен айналысқысы келетінін біліп, тұлға ретінде алдыма келген адамды ашу үшін оған дұрыс сұрақ қоя алмасам, оны дамытуға да, оның өзгеруіне де, бизнес ашуына да көмектесе алмас едім. Сондықтан да біз дұрыс сұрақ қоюды үйренуіміз керек. Балаң келіп, тағы бір ойыншық немесе смартфонның жаңарған түрін алып бер десе, бұл саған расымен де керек пе? Не үшін қолданасың деп сұрасаң, балаң шын мәнісінде де бұл маған қажет пе деп ойлана бастайды. Дұрыс сұрақ қоюды, ал сұраққа дұрыс жауап беруді кішкентай кезден үйрету керек. Өзіңді, өмірді, айналадағы адамдарды кінәлай бермей, табысты болуға лайықтымын ба? Бұл жылы не істедім? Не істей аламын? Қалай дамыдым? Деген сұрақтарды қою арқылы мәселенің негізгі себебіне жетесің. Бәлкім, дөңгелетіп алып кете алмай отырған ісіңді жүргізе беріп, бір орынды таппай бергеннен гөрі салаңды ауыстыру керек шығар. Осындай сұрақтардың өздері адамның өмірін қатты өзгертеді. Бір жігіттің оқиғасы есіме түсіп отыр. Жас кезімде ойландым. Бойым кішкентай, түріме келсем, Ален Делон емеспін.
Әдемі қыздардың барлығы бойы сұңғақ, спортпен айналысатын жігіттерге қарайды. Басқалардан ерекшеленбесем, көш соңында қалып қоямын. Болашақта бәсекеге қабілетті бола алмай қаламын деп ойлайды. Өзімді қалай өзгертуім керек деген сұрақ қойып, қазіргі таңда ол үлкен жеңістерге жетті. Бірнеше кәсібі бар. Келіссөздер кезінде де үлкен адамдардың дұрыс сұрақ қоя алмауының себебінен мықты іскерлік келісімдердің жасалмағанын білемін. Оған қоса, екі тарап бір-біріне өкпелі болып қайтады. Негізінде адамның қандай екенін үш-ақ сұрақпен анықтап алуға болады дейді. Бұл туралы жазылған кітаптарда көп. Мысал ретінде айтып берейін. Версус академиясында оқып жүрген кәсіпкер жігіттермен осы тәсілді қолданып көруді жөн көрдік. Арамыздағы бір жігіт жақын арада инвестормен кездеспекші еді. Сол кездесу барысында қойылатын бірінші үш сұрақты анықтадық. Біріншісі, сіздің бұған дейін осындай салаға ақша салған тәжірибеңіз болды ма? Деген сұрақ болды. Бұл сұрақ арқылы алдыңда отырған адаммен әрі қарай сұхбат жүргізу, бизнес жасау керек пе, керек емес пе екенін анықтап аласың. Себебі тәжірибесі жоқ адаммен бизнес бастау қиындау болады. Ал бұны келісімге келіп алғаннан кейін емес, келіссөздің бірінші минутында анықтай аласың. Адамдардың көбісі жаңа бірдеңе ойластырып шығаруға, оған басын байлауға құмар болады. Ал Google онда не үшін? Сен оған қандай сұрақ қойсаң, ол соған байланысты жауап береді. Google'дан көптеген пайдалы ақпарат алуға, көптеген мәселенің шешімін табуға болады. Бар болғаны не керек екенін түсіну, сұрақты дұрыс құрастыру және ақпаратты пайдалана білу. Тарауға байланысты кітаптар тізімі. Роб Фицпатрик «Спроси маму, как общаться с клиентами и подтвердить правоту своей бизнес-идеи, если все кругом врут». Даниэл Канеман «Думай медленно, решай быстро». Регина Бретт «Будь чудом. 50 уроков, которые помогут тебе сделать невозможное». Құрметті тыңдарман, каналдың дамуы үшін каналға тіркеліп лайк басуыңызды сұраймыз. Комментарийге сын пікіріңізді қалдырыңыз. Келесі жолы қандай кітаптың аудионұсқасын тыңдағыңыз келеді?